Ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін бұл мен Нойл. Бүгін біздердегі Brawl Stars'та ойнауға жалғастырамыз. Бүгін біздерде Brawl Stars'та новый событие шығыпты. Мынандай бір Болт дейтін бір адам, яғни персонаж, боец, эпический танк дейді. Короче, осыны ойнаймыз, міне. Осының режиміне қойдым. Бізге деген достар, мен түсінігім бойынша, мынандай төбе жақта міне 10 купон берген. Осы 10 купонда ойнаймыз ба, бірдеңе походу. Осы 10 рет ойнай аламыз ба? Өйткені қараңыздар, играть деген и бір купонның суретін қойған. Кеттік ал, көп сөйлемей ойнап қайтайық. Көреміз, қызық па әлде, қызық емес па. Бізде мынандай режимдер таңдап жатыр. Осындай бір режим таңдап бітті бізге. Так, бізге Эдгар тақпайды. Шелик тақпайды достар, мен деген онда анағам. Ойдан шыққан адам осы. Бұдан басқа вариант жоқ өткен менде. Так, ойын басталды. Достар, ана адам қандай адам өзі? Не сөйтіп бұл? Ана домалап жүр достар. Ема домалап кеттім. Мәні ұрамай ма бірдеңе ғой? Әшейін просто так домалап жүр достар қасында, қараңдар. Міне домалады. Соған бәлде. Соғады екен достар. Все, енді түсінім. Міне. Білмеймін, әйтеуір айналып жатырмын достар. Неге, қалай екен білмеймін. Адам өлтіріп жатырмын, өлтіріп жатқан жоқ ма? Достар, менде деген даусым шықпай қалды, короче, записьта. Даусым шықпай қалды, қуып өтті. Біздер бірінші ойын ұтылып қалды, өкінішке орай. Ана новидан шыққан және Болт деген адаммен ойнай алмадым. Кеттік, екінші ойын көреміз. Өте ыңғайсыз екен ойнау. Өзіміздің шелейімізді ала берейік достар. Болмайды екен. Ал достар, ойын басталды. Қазір көреміз кім ұтатынын. Осы жолы ұтуға шанс бар негізі. Және просто мен ойнай алмадым. Достар, неқа біреу қашып баратыр. Все, өлтірдім. Бізде тағы мына жерде бір адам жүр. Ойбай, контейнерге тіріліп қалдым. Все. Мына жақта біреу қашып жатыр. Оғым жетпейді ғой майның. Все. Все, достар, міне жеңдік. 21-де 10 очко болды. Біздің қасында екі адам мүлдем ойнамаған ғой башы. Ана тек бір килл істепті ана робот. Қалған бәрін өзім ойнаттым. Бізге осындай сандық беріп жатыр. Бұдан по-любому. Жоқ, мифицкий түсті, мен редкий түсе ма деп ойлаймын. Бізге боец достар. Новый боец бұл не дейді. Бұл мықты ма достар, комментария жазып кетіңіздер. Бізге осын берді ма? Біз сонда осы сыйлыққа ойнадық қой достар, әлде. Тоқтаңыздар, жота мына жерде 2 рет ойнау керек сияқты, я. 2 рет жеңу керек сияқты достар бізде, міне. Мысалы мен 1 рет жеңдім, міне, победа до разблокировать деп тұр ғой, жаңа ашылу үшін 2 победа керек екен достар. Все, екінші кәдімгі ойнаймыз онда. Достар, сіздерге менің осылай ойнағаным ұнай ма әлде? Жәндегі тек сыйлықтарды, жәндегі сандықтарды ашқанымды түсірген ұнай ма достар? Комментария жазып кетіңіздер онда. Негіз мен өзім ойнағанымды түсіре берсем, видео ұзап кетеді. Сол себепті ойын бітетін кезде түсірейін деп ойланып отырмын. Бізде ойын отказ болды ма? Әже басталыпты. Ал достар, ойынның соңына қарай кездесеміз, короче, ойынның соңында. Достар, біздер өкінішке орай ұтылып қалдық. Команда енді мынау және Болт дейтін персонажбен мықты ойнап қояды екен негізі. Кәдімгідей біз құлап жүре береді, біз оны өлтіре алмай жатырық.
солай қиындық болды. Короче, кеттік. Менде 7 купон бар, сол 7-інде ұтамын деген ойдамын. Достар, біздер жеңейін деп жатырық. Яғни менде 10 кристалл бар. Бізде 5 секунд қана. Все, достар, бой окончен. Біз жеңдік. Қазір сандық ашамыз. Ал достар, бізге осындай ең бірінші осындай бір осының аты қандай, достар, айтпақшы комментарий жазып кетіңіздерші. Мен осы сандықтың атын түсінбедім. Бізге жәндегі жеңгеніміз үшін осындай сандық беріп жатыр. Ой, достар, мынандай сандықтан өз персонаж түсе ма? Мен өзім бұндай сандықтардың ешқайсысынан персонаж түсіріп көрмедім, именно осындайлардан. Ал достар, бізде кеттік, тағы ойнап қайтайық. 6 купон бар. Біз 6-ауынды жеңсек, тағы 3 сандық ашуымызға шанс бар. Біздер өзіміздің әдеттегендей шелегіміз алайық, сразу біреу әкетпей атып. Все, енді ойынымыздың соңында көрсеміз. Достар, біздер деген жеңейін деп жатырық почти. Қазір біз 8 секунд шыдасақ жеңеміз уже. Победа. Өлме, қаш. Бізден адам. Ай, хорош. 16 кристаллы бар. Қаш жүрген ол. Все, бізде бір победа бар. Енді кеттік. Тағы екінші победаға. Айтпақшы, бізге осындай бір сат беріп жатыр, короче. Енді кеттік, тағы ойнап қайтайық. Достар, біз тағы да жеңуіміз мүмкін. Тағы 10 секунд шыдау керек. Сосын біз жеңеміз. Өлме. Достар, ма өліп қалып біздегі жәндегі 8 кристалл ұстап жүрген бала. Тупой. Тағы жарты бас екен. Енді анларды өлтіру керек. Бізге аналар әйтсем жеңіп кетеді. Қулау керек аналарды до конца. Ё-мае, мынау да бір жағаласып. Достар, міне осындайлардың кесірінен қаламыз ғой, негізі ше. Сан ұтып тұрған жеріміз еді, анау өзінше аналарға атам деді өліп қалды. Ниче, келесі ойында ойнайық енді. Басқа амал жоқ. Бірақ ана бала что-то не то. Тамам қалып қалды да, не то қылды. Кеттік. Енді осыны жеңейік. Эдгарда ойнайшы осы жол. Достар, футбол өте оңай болды бізде. 2 голды өзім тұқтым. Ана Эдгар хорош, мені қорғап жүріп жанында. Біздер бірінші ойын жеңдік. Тағы екінші ойын бар әлі. Так, мынаны ашсақ. Жоқ, достар, уже беріп жатыр, прикинь. Бұдан по-любому адам түспейді ғой. Осылай тез аша салайық бұны. Асықпай ашқаннан пайда жоқ, по-любому. Достар, осыдан адам, яғни байет түсіріп алғандар бар ма? Комментария жазып кетіңіздерші. Именно осы сандықтан. Кім байет түсірді? Комментария жазып кетіңіздерші. Және менімен ойнайын деушілер болса, маған друзья тастап қойыңыздар. Міне менің профилім. Осыған друзья тастасаңыздар, қабылдаймын, бірге ойнайық. Мықты ойнайтындар тастаңыздар. Бірге ойнап көтереміз. Ал енді комментарийді күтемін сіздерді. Либо осы жерге запрос тастаңыздар, смело қабылдаймын, либо мүмкін солай бірге ойнаймыз. Достар, біз бір жеңілдім жаңа, енді бір победа алдық. Менде қателеспесем соңғы купон қалды. Яғни соны дұрыстап пайдалану керек. Міне бізде бір победа болса, ящикті ашам. Ал болмай қалса, арғыры шанс жоқ, өткен менде бірақ купон. Яғни соңғы ойын. Және соңғы ящикті аламын, либо алмайым, соны шешеді қазір. Көреміз. Бағымыз жана ма, жанбай ма дегенде ол, короче. Кеттік, ал тез ойнап, жеңіп, ана ящикті ашайық. Все, достар. Соңғы купонымыз дұрыс пайдалана білдік деп айтсам да болады. Өйткені біз жеңдік. Яғни жәндегі ящикті ашамыз. Ең алдымен редкейді ашып таяқ. Оқо, достар, эпикке айналып кете салып. Армона. Так, бізде бұдан там түскен жоқ. Негізі. Хотя бы ақша берсе болады. Персонаждан ұтатын, я. Ничего. Достар, видеоны соңына дейін көргендерің үшін рахмет. Сендерге рахмет айтамын.
видеоға лайктарыңды басып арнаға тіркеліп қойсаңдар 2 есе рахмет. Осымен осы видео аяқталды. Видеоны сау лайктарыңды басып арнаға тіркеліп қойыңдар.